Саламатсыздар ма? Мен 20-ші орта мектебінің 10 сынып оқушысы Төремұрат Бейбарыс Нұрғазыұлы. Бүгін Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің қазақ әдебиет кафедрасының оқытушысы Жұбанова Гаухар Бақтыбайқызымен сұхбат ұсынамын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізді маған жетекшім Жаңағүл Абубакиевна сізден сұхбат алуды ұсынды. Сұхбатымызды бастасақ, бірінші сұрағым бар. Өзіңіздің еңбек жолыңыз туралы айтып өтсеңіз. Менің еңбек жолым білім мен ғылыммен тығыз байланысты. Өзімде осы 50-ші мектепте оқып білім алып, қазақ тілі мен әдебиетіне мектеп қабырғасынан қызығушылық танытып, кейін кәсібімде осы бағытқа бұрылған. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазымын. Негізгі мақсатым сапалы білім мен ұлттық құндылықты дәріптеу. Рахмет. Екінші сұраққа көшсек, Жұбанов атындағы Қара шаңырақта білім алған кезіңізде ұлы тұлғаларды қаншалықты тани алдыңыз? Құдайберген Жұбанов атындағы университеттің филология факультетіне түстік. Сол жылы ұмытпасам, қателеспесем, бірінші курстың өзінде Жұбановтану пәні бізде оқытылды. Сонымен қоса Есет Жұбановтың өзінен жалпы тіл білімі деген пәнді оқыдық. Бұл кезде Жұбановтардың мұрасы, рухани мұрасы менен терең таныстық деп айтсам болады. Екінші сұраққа көшетін болсақ, Жұбанов атындағы Қара шаңырақта білім алған кезіңізде ұлы тұлғаларды қаншалықты тани алдыңыз? Жұбанов әулеті қазақ ғылымы мен мәдениетінің темірқазығы деп айтсақ болады. Біздер барлық курс бойына Жұбанов ғылымымен таныстық, тереңірек. Әсіресе Жұбановтану пәні оқытылды. Ол кезде Жұбановтың бізге беймәлім болған кейбір материалдармен оқып таныстық. Одан кейін бізге жалпы тіл білімі деген пәннен Есет Жұбановтың өзі дәріс оқыған. Келесі сұрағымды қоятын болсам, Жұбановтар ілімі зерттеумен айналысып жүрген ғалымдарды айта аласыз ба? Иә, біздің университетімізде Құдайберген Жұбановтың еңбегі қазір жақсы зерттеліп, жылма-жыл дәстүрге айналып келе жатыр. Еңбегін зерделеп жүрген ғалымдардың ішінен Садуақас Нұрбол ағайды, Миров Мұхтар ағайды, Лұқпан Ғали апайды атай аламын. Ол өзімізбен бірге қазақ әдебиеті кафедрасында жұмыс жасайды. Көптеген еңбектері бар. Келесі сұраққа көшетін болсақ, қандай еңбектерін оқырмандарға ұсынар едіңіз? Мына жоғарыда аталған ғалымдардың біраз еңбектері бар. Жаңағы Нұрбол ағай фонетикадан қорғаған болса, Миров ағайда зерттеу еңбектері бар. Сонымен қоса Құдайберген Жұбановтың 125 жылдығына орайластырып шығарылған Лұқпанова Әли апайдың Құдайберген Жұбанов уақыт және тұлға деген фотомұрағат еңбегі жарық көрді. Осыны қарауға ұсынамын. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.